Армысыздар, құрметті достар. Бүгінгі хабарымызды Фридрих Ницшенің философиясына арнаймыз. Фридрих Вильгельм Ницше Саксонияда, Шығыс Германия дүниеге келді. Оның әкесі лютерандық пастор еді. Ол кішкентай Фридрих 5 жасқа толғанда дүние салды. Болашақ философтың тәрбиесімен анасы, әжесі және немере әпкелері айналысты. Ол шаңырақта әрдайым діни көңіл күй салтанат құрды. Жас Ницше жергілікті гимназияда, яғни орта мектепте, кейінірек мектеп-интернатта оқыды. Ол жастайынан грек мәдениетін сүйіп өсті. Сондай-ақ музыкамен және поэзиямен әуестенді. 1864 жылы Ницше Бонн университетіне түсіп, филологияны иегерді. Кейінірек Лейпциг университетіне ауысты. Дәл осы уақытта Шопенгауэрдің және оның атеизмнің әсерімен Ницше өзін христиан деп санауды тоқтатты. Докторлық дәрежесінің жоқтығына қарамастан, Базель университетінің философия профессоры болып тағайындалды. Бірінші дәрісін ол 1869 жылы оқыды. Келесі жылы Франция-Пруссия соғысы басталып, бұл уақытта Ницше дала госпиталінде санитар болып қызмет етті. Біраз уақыт ол қатты ауырып жатты, бірақ кейін Базельдегі жұмысына қайта оралды. Осы кезінде Ницше композитор Рихард Вагнермен жақындасып, оның Люцерн көлі аумағында орналасқан үйінің тұрақты қонағына айналды. Ницшенің ертеректе жазған беймезгіл ойлар сияқты туындылары пікірталас тудырды, және ғылыми қауымдастық оларды қабылдамады. Ницше мен Вагнердің арасындағы достық біртіндеп салқындай түсті. Өйткені Ницше Вагнердің шығармаларын тым христиандық деп санады. Ницшенің философиялық идеялары ешқашан логикалық тұрғыда жүйелі болған емес. Алдыңғы еңбектерінде ол Сократтың рационалды ойлау әдісін сынға алса, кейінгілерінде Сократтың рационалды дүниетанымын және француз ағарту дәуірі қоғамдық өмірге енгізген идеяларын мадақтады. Ницше өз философиясын метафизиканы сынаудан және моральдың материалистік негізі бар екені тұжырымдаудан бастады. Ницшенің пікірінше, ізгілік пен зұлымдық әуел бастан ақ адамның белгілі іс-әрекеттерін қоғамдық пайдасын немесе зиянын көрсететін тәсіл. Адамдар этикалық пайымдауларға қажетті осындай негіз туралы түсініктерінен айырылып қалды. Осы сәттен бастап олар ізгілік пен зұлымдық туралы абсолютті ұғымдар ретінде ойлай бастады. 1879 жылы қабылданған тәртіпті ұнатпаған, оның үстіне денсаулығын да нашарлатып алған Ницше университет кафедрасынан кетуге мәжбүр болды.
Осы сәттен бастап оның өмірі көшпелі тірлікке айналды. Ницшеге әсіресе таулар ұнайтын. Көңілді ғылым еңбегінде ол христиандықты өмірдің жауы деп жариялады. Кейінірек Ницше бүкіл уақыттың қайталанатын циклдерден тұратыны туралы идеяны дамытты. Ол бұрын болғанның бәрі сөзсіз қайталанады деп пайымдады. Оның бүкіл әлемге арналған жолдауы сияқты болған бұл идея оған аян ретінде келді және Заратустра осылай деген туындысында парсылық данышпан Заратустраның өсиеттері түрінде жазылды. Ницшенің ең атақты кітабы дәл осы болса керек. Бұл еңбек Ницше философиясының даму кезеңдерінің бір ғана. Бұл кітап декламациялық және көріпкелдік мәнерде жазылған. Ізгілік пен зұлымдықтың арғы жағында кітабы Ницше ойларының байыптырақ үлгісі. Кейінірек Ницше өзінің бұрынғы досы Вагнерді өткір сынаған шығармаларын жариялады. Кейінгі еңбектері Ницшенің психикасында ауытқы бар екенін байқатты. Ницше 1900 жылы қайтыс болды. Ницшенің көзқарастарын көп адам ақсүйектік анархизм деп атады. Ол екі түрлі құндылықтар жүйесін ұстаған. Бір жағынан соғыс, қатыгездік, адамның өзін дәріптеуі. Екінші жағынан философия, поэзия және музыка. Ол өз заманындағы қоғамның саясатына, адамгершілікті және әлеуметтік тіректеріне батыл қарсы шыққан философия профессоры болды. Ницше ұстанымдары этикалық сипатта. Ол адамда белгілі бір тұлғалық қасиеттердің болғаны дұрыс, бірақ оларға аз ғана адам ие бола алады деп санады. Ницшенің пікірінше көпшіліктің негізгі міндеті азшылықтың үстемдік құруына қажетті жағдай жасау. Адамдар оның көзқарасына сәйкес бақытқа немесе жайлы өмірге ұмтылуды көздемеуі тиіс. Нағыз ізгілік парасат та, пайда да әкелмейді. Оны ұстанушылар басқалардан оқшауланып алшақтайды, тәртіпке қарсы келеді және бағыныштыларға зиянын тигізеді. Жоғары деңгейлі тіршілік иелері бағыныштыларға қарсы соғыс жүргізу тиіс. Ал демократиялық үрдістер дарынсыздықты қолдау. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.